Ал енді бүгін мына жаңа бір жақсы оқиға болып жатыр. Жөндеуден кейін бүгін ашылып жатыр екенсіздер. Күміс Қарсақбайқызы, мына құтты болсын сол. Жалпы кітапхана деген бұл бір қасиетті бір орда ғой. Шынын айтқанда қазір әртүрлі мынау интернет, әлеуметтік желі, әртүрлі нелер көп, ақпарат беретін каналдар көп. Үйде отырып Google-ден, басқасынан өзіңе қажетті ақпаратты алып отыруға болады. Бірақ мына кітапхананың жөні бөлек әрине. Кейбірде қазір қарап отырсаңыздар, бірнеше деректер табасың бір тақырып жөнінде. Сосын соларды салыстырып көресің. Содан кейін менен гөрі ақылдырақ шығар деп ана ChatGPT дейді, әртүрлі нелер бар ғой. Соларға жаңа салмақ саласың, маған мынаны салыстырып беш деп. Сосын ол өзі салыстырады. Өзінің жаңағы қорытындыларын береді, ұсыныстарын береді. Сосын енді біз қанша демен кітап оқып қалған адамдармыз ғой, әлі ғылымға да аздап қатысымыз бар. Содан кейін жаңағы тәпіштеп сұрап қоймаймыз ғой. Жоқ, ол қай еңбегінде айтылған, қай автордың еңбегінде айтылған. Сосын ол жазады пәленбай деген еңбегінде деп. Жоған қай жерінде жаңа, қандай бетінде деп жаңа. Содан кейін пәленбай 56-61 бет деп жазады ChatGPT. Сосын енді ол қайдан білсін бізде бір мынау бойымызға сіңген бір әртүрлі әдеттер бар ғой, ешкімге сенбейтін. Содан бәрібір 2-3 күннен кейін аннан ақтарып, мынан ақтарып, жаңа іздеген кітап бәрібір тауып аласың ғой. Сосын жаңа 56-61 бет дегендерді қарасаң жоқ жаңа жерде. Сосын ChatGPT-ге қайтадан жазасың, айналайын. Мына мен енді бір мақала жазып отыр едім. Соған мынаны жаңағы сен берген ақпаратты пайдаланам десем, анау 56 бетте де, 61 бетте де жаңағы сен көрсеткен ақпарат жоқ дейсің ғой. Содан кейін ол қайдан ақталып жатыр? Жоқ, ол біздер жалпылама біздер анализ жасағанбыз, анау топшылауларымыз деп сөйтіп жатады енді. Соған қарағанда мен ойлаймын, мына кітапты қолыңа алып, оның анау парақтарын ақтарып, жаңағында 56-61 беттерде шынында да не жазылғандығын көріп, болмай жатса, анау дұрыс емес болды ғой деп, соған да кәдімгідей өзің бір тапқыштығына мәз болып, ал табылып жатса, мен мынау табылып жатыр, қанша дем кітаптың аты кітап қой деп, оған да мәз болып сөйтіп жатасың. Жалпы мынау кітапхананың жөні бөлек қашанда. Осы өзіміз мына жаңа Казгудың филология факультетін бітірдік. Сол 5 жылымыздың сол бір 3,5 жылы сол кітапханаға кетті, шын айту керек. Осы мына ол кезде Пушкин кітапханасы болатын, қазір аты қалай екенін білмеймін. Сол Пушкин кітапханасында әлеке күнде соны бір 10-дарда жабылады, бір 9:30-нан кейін дабыл қаға бастайды. Сол 9:45-те күніне соған дейін отырып, сол кезде ғана кітапханадан шығатын 2 жігіт бар еді. Оның біреуі Бейбіт Сапаралы еді, біреуі мен едім. Содан жаңа айтайын дегенім, кітапхананың ол кезде қоры қандай еді, шіркін. Одан тіпті онда кейбірде жаңағы қалай деп айтсам, онда асынып ары барасың. Анау ғылым академиясының кітапханасы бар. Оның жаңағы сирек қолжазбалар жаңа бөлімі бар. Неше түрлі енді. Кітапхананың біздің өмірімізде орны бөлек, жөні бөлек. Соны айтайын деп едім. Жаңа қарап отырсаңыздар, осы үлкен қаламгерлер, ойшылдарымыз, жазушыларымыз, енді кейбіреуін ғана айтып өтейін енді. Мысалы жаңа атақты Борхес, Хорхе Луис Борхес. Сол Аргентинаның кітапханасында өмір бойы бірталай жылдарын өткерген ғой енді. Сол кітапханада істеген. Мен бір осы Буэнос-Айресте болғанда сол кітапханасына кіріп отырған жерлерін көрдім. Оның бер жағында өзіміздің Рахымжан Отарбаев деген қаламгер ағамыз болды, аға досымыз. Мына осы залда отырған Әлібек Асқаров деген қазақтың классик жазушылары да осы кітапхананы басқарып, міне бүгін сол үлкен дәстүрді салтты Күміс Қарсақбайқызы жалғастырып жатыр. Күмісті жақсы көреміз, сыйлаймыз, көптен білемін өзім. Осы мына мемлекеттік қызметте бірге келе жатырмыз. Қаншама қай жерде қызмет істесе де өз үнем осындай бір
жақсылықтардың үстінде жүреді. Жаны ашығандық қой, сондықтан мына бүгінгі жаңалық құтты болсын. Жақсы ғой, мына қаланың әкімдігі мен жазушылар одағының филиалына үлкен шаруа бастапты. Мен өзім мынау Инстаграмнан, анда-санда тағы басқа әлеуметтік желілерден қарап отырам. Төлен ағамыздың да болғанын көрдім, Тұрсын Жұртбайдың да болғанын көрдім, оқыдым. Асқар Алтайда болды ғой, солай ғой? Сол сияқты олардың да кездесулердің өткенін біліп отырдым. Сосын Бауыржан өзі менің шәкіртім. Ұсыныс айтқан кезде бір реті келмей жүреді. Бүгін Құдайға шүкір соңғы реті келіп отыр, алдарыңызға келдім. Мен негізі драматургия саласында көбірек жұмыс істеп жүрмін. Кішкене ғана айтып кетейін, мұнда жастар да өте екен, көп болмаса да. Осы драматургия саласында алғашқы дүние осы кеше ғана мына Қуанышбаев театрында Ақыш Омаров деген Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, бір үлкен артистіміздің, актеріміздің мерейтойы болған, сонда айтылып жатыр. Ең алғашқы шығармам сол «Үзілген бесік жыр» деген драма болатын. Соны Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында Әубәкір Рахимов деген режиссеріміз қойған болатын. Ол кезде театрдың басшысы, көркемдік жетекшісі Әзірбайжан Мамбетов болатын. Қазақтың ұлы режиссер деп айтайық, профессионалды сахна өнерінің жарық жұлдызы деп айтайық, Әзірбайжан Мамбетов. Сол кезде біз 20-дан асқан баламыз, енді 30-ға жетпеген. Сол алғашқы шығармамыз осы бүкілодақтық конкурста жеңімпаз атанғаннан кейін өзі соны біліп, біздер өмір бойы алдын көрген адам емеспіз. Өзі звондап, есімде Әзірбайжан Мадиұлы. Сонда шақырып, алғаш сол «Үзілген бесік жыры» драмам қойылған болатын. Ол кезде 28 жаста едік. Сол кезде жаңа мен кеше естелікте жаздым Ақыш Омаровтың кітабына. Әзірбайжан ағамыз маған былай деп еді. Бала дейді, оны кішкене идиот дейтін де бар, оны бәрін біліп, осы Әзекеңді білетін адамдар біледі оны. Бала, осы саған дейін мынау академиялық сахнада, театр сахнасында 30-ға дейінгі бірде-бір қазақ драматургының пьесасы қойылған жоқ. Сондықтан мен осы жаңалықпен дейді, Әзекең сонда айтқан маған. Мен сен емес, сен мені құттықтап қойған жөн деп. Сол сөзі есімде қалыпты Әзекеңнің. Міне содан бері сол жазған дүниелеріміздің бәрі қойылып келе жатыр, Құдайға шүкір. Кино саласында да біраз жұмыс істедік. Драматургияның қанша дегенмен көп пайдасы бар мына шығармашылыққа. Қазақ фильм киностудиясын бір 7 жылдай басқардым. Сол кезде есімде үлкен пайдасы тиді. Біріншіден, қарап отырсаңыздар, қазақ киносының тарихында қазақ әдебиетіне қатысы бар фильмдердің сапасы жоғары болған қашанда. Оны мысалдарында айтып келтіріп жатуға болады. Сол кезде есімде осы Дулат Исабеков ағамызды хабарласып, Әбжәміл Нұрпейісов ағамыз бар. Тағы сол сияқты қаламгерлерге хабарласып, шығармаларын экранға шығарайық деген ұсыныстармен. Сөйтіп бірталай сүрелілер шықты. Енді осы, білмеймін, жастар жағы білер ме екен, білуі де мүмкін. Ең сол кездегі атақты фильмі шығарған бұл «Жау жүрегі мың бала» деген фильм болды. Сол фильмнің сценарийінің 9 нұсқасын жасадық шынында. Сол 9-шы нұсқасынан кейін ғана өндіріске кетіп, сол сияқты бірталай фильмдер шықты. Сол кезде Смағұл Елубайдың да шығармаларын экранға шығардық. Одан кейін барып мынау қазақ біздің мемлекетіміздің үлкен тұлғалары бар, ұлтымыздың тұлғалары, солар жөнінде бір тұтас галерея ашып, әрқайсысы жөнінде жарты сағаттан, 1 сағаттан сондай деректі фильмдер шығарып, өзі мына бүгін Бауыржан айтып отыр ғой, бұрын жаңағыларымыз жазып алмай қалыппыз, соның орнын толтырайын деп жатырмыз деп. Сол кезде сол осы мынау бірталай қайраткерлерімізді арнайы фильмге түсіріп, солардың бір жаңағы галереясын жасап, 20-30 шықты. Ішінде бәрі де бар. Мұхтар Мағауинді де ол кезде ғалым
Доскен ғой, ғалым Доскенге өзі сондай ұсыныспен келгенде қолдап, анау Прагаға дейін барып жазып алып келді. Бір деректі фильм шығардық. Әбіш ағамыз бар, Кекілбаев. Жаңа Әзірбайжан Мамбетов пен Ғазиза Жұбанова, Қамал Ормантаевқа дейін тіпті анау Төрегелді Шарманов, Салғыз Иманов, яғни үлкен көрнекті деген ғалымдарымыз, қайраткерлеріміз жөнінде бір тұтас фильмдердің шоғырын шығардық. Оның барлығы шын айтқанда кейіннен уақыт өте келе түсінесің екен, қажет екен. Тек қана өзіңнің жеке бір тарихыңа емес, жалпы былай өнер тарихына да, әдебиет тарихына да кейбірде тіпті сілтемелер жасап отыру үшін де, мысал келтіру үшін де керек екен. Өзімен ұстазымның әдебиеттегі ғылымдағы академик Зейнолла Қабдолов деген кісі болды. Мен сол бір 20-дан енді асқан кезімде сол кісінің қарамағында кафедрасында болдым. Өзімен сол 24-те болсам да маған Ераға деп қасынан тастамай жүретін еді. Сол Зекеңнің тәрбиесін көрдік, тәлімін көрдік. Мен үшін бір бақытты жылдар болды енді сол жылдар. Ол кезде екі жерде жұмыс істеуге ресми түрде болатын еді. Түске дейін жаңағы Зейнолла Қабдоловтың кафедрасына барып, мұғалімдік ассистент болдым. Түстен кейін Мұхтар Әуезов атындағы театрда Әзірбайжан жаңағы Мамбетов ағамыз бөліп шақырып, әдебиет бөлім меңгерушісі қызметке орналасып, сол осы түске дейін Зекеңмен, түстен кейін Әзекеңмен жұмыс істеген бір сонда тамаша жылдарда болды, Құдайға шүкір. Солардың барлығы айтып отырғаным бүгінгі күнде жаңа көрген түстей, бірақ біздің мынау қалыптасуымызда, адам ретінде қалыптасуымызда, шығармашылық мынау тағдырымыздың қалыптасуына үлкен әсер еткен тұлғалар. Шамам келгенше жұма сайын дұғаларымда сол кісілерді ұстаздарымды еске алып отырамын. Әбіш ағамыздың, Әбіш Кекілбаев, Құдайға шүкір, бір жақсы көретін інілерінің қатарында жүрдік. Ол кісінің өмірінің бірталай кезеңінде қасында болдым деп айта аламын. Қуанған кездерінде де, әртүрлі бір қиыншылықтар болған кезде де қасында болдық. Олардың жаңағы мынау әртүрлі өмірдің талқысын көріп, әртүрлі жағдайларды басынан кешіріп, соған деген өзлерінің реакциялар қалай болды. Қалай соның барлығын жүрегімен қабылдады, барлығын көзімізбен көрдік, сезіндік, қасында жүрдік. Бұл мәселелерде, мысалы, бұл құбылыстарда біз үшін қайталанбайтын дүние болды. Одан кейін студент кезімнен бері ерекше табысқан бір үлкен жазушы ағам, ол кісінің өзі аға дос деп қоятын еді, бұл Оралхан Бөкеев болды. Ол кісімен алғаш танысқан кезімде Қазақ әдебиеті газетінде бас редактордың орынбасары болып істеп жүрген кезі, сонымен алғашқы жазған мақалаларымды өзі сұратып алып, қазақ әдебиетіне жариялап, кейіннен осы мен университетті бітірген кезде Алматыда қалмайсың ба деп соған мұрындық болған ағаларымыздың бірі. Сол сияқты енді Оралхан ағамыздың мен үшін мысалы орны бөлек. Төлен ағамыз, Құдайға шүкір, әлде де бар ортамызда жүр. Осы секілді қаламгерлермен, әсіресе мына кино саласына барған кезде Сатыбалды Нарымбетов ағамызбен біраз араластық. Бір ерекше тұлғалар олардың барлығы. Енді өмірден өтіп кетті, бірақ мәдениетімізде, әдебиетімізде бір сондай өшпейсіз қалдырған деп айтуға болады. Ерекше тұлғалардың бірі енді ол кісіде. Міне осылай жайлап келе жатырмыз. Енді мен бүгін лекция деген мына бір жақында ғана шыққан кітабым бар, соны алып келдім. Осы кездесу біткеннен кейін алсаңыздар болады. Мемлекеттік тапсырыс деген мен бірінші рет осы өмірімде кітабыммен шығып тұрған, шын айтқанда. Ал енді айтайын деген, мына енді жазушылық лаборатория дейміз ғой, мына кездесулеріміз негізгі тақырыбы да сол екен. Осы жазушының лабораториясы деген нәрсені жаңа ұстазым Зейнолла Қабдолов көп айтатын. Осы ол кезде Казгудың филологиясында оқимыз. Сол Қабдоловтың лекциясына
тек қана филология факультетінің студенттері ғана емес, журналистика, тарих факультетінің студенттері, одан кейін барып ана Абай атындағы педагогикалық университет бар. Соның студенттері бәрі жапырлап келіп, сол Зекеңнің жаңа Қабдоловтың лекциясына қатысатын еді. Әрбір лекциялар оқысының бір қайталанбайтын бір ерекше құбылыстар еді. Есімде осы бір рет емтихан алып жатыр жаңа Зекен Қабдолов. Енді академик Мұхтар Әуезовтің ең сүйікті шәкірттерінің бірі болған. Сол Жаңабек Шағатаев деген бір прозагіміз бар ғой. Сол енді емтихан тапсыруға келіп отырмыз. Қабдолов академиктің өзі алып отыр. Bir kez al biletті алды, билетті алды. Сөйтсе повесть жанры жөнінде екен сұрақ. Соны есімде Зекең айтады ана кімге Жаңабекке. Ал енді не айтасың повесть жанры жөнінде деп. Сосын анау енді түні бойы қыдырын-қыраған, Жаңабекті өзіміз білеміз оқытасымыз. Содан ойланып тұрды да анау партаның тартпасынан сарт еткізіп бір осындай нені шығарды, бір болмаған қағазды. Сарт еткізіп қойды Зекеңнің алдына. Повесть деген бірден мынау деді. Сосын мұның не нәрсе десе, мынау осы кеше ғана бітірдім, жаңадан жазып бітірген мынау повесім аға деді. Сосын енді Зекең енді бір ерекше кісілер ғой енді олар. Анау қане деп қарап, бір 5-10 бетін асықпай отырып, оқып жаңа. Ай жарайсың, жүре бер деген саған енді сұрақ жоқ деп. Сондай да бір кезеңдер болды. Менің ұстазым кандидат диссертациямның жетекшісі болған академик, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Рымғали Нұрғалиев еді. Рымғали ағамыз мені сол біздер филология факультетін бітіргенде деканымыз болған. Сол жаңа Рымғали ағамыз дей берсін ақын. Кім Әбіш Кекілбаев ағам өзі былай рулық жағынан келгенде Әбіш ағамыз маған жақында дегенмен танымайтын едім ол кісіні. Сыртынан білеміз, кітаптарын оқып жүрміз. Сонда Рымғали ағамыз деканымыз. Рымғали ағамыз мені шақырып алып, сен енді қыз дипломын бітіріп жатсың, жазып жүрсің, шығып жатыр. Ауылға барғанда не бітіресің сен? Онда бар ғой сен сізде жұмыс істейтін балалар. Сен осында неге қалмайсың деп. Сосын мен айттым, ал жаңа Оралхан ағамыз бүгін маған қазақ әдебиетінен қағаз жазып берген ол кезде жаңа не дейді направление деген болды ғой. Егер қалатын болса біз жұмысқа алуға дайынбыз деген қазақ әдебиеті газетіне. Соны жаңа Әбіш ағамызбен таныстырған сол Рымғали ағамыз еді. Сонда есімде осы үлкен адамдардың арасындағы сыйластық деген бір ерекше болады ғой. Рымғали ағамыз маған айтып жатыр. Енді мен ол өзі құрдасым, досым, сөйлескенде қалжыңдаса да беруі мүмкін. Бірақ сен оған қарама, ол қазақтың ұлы жазушысы, қайраткеріміз деп жаңа маған қарап, анау ременіңді сен ауыстыр, ақ көйлегің болса ки, костюм шалбарың ки, жақсылап дайындалып бар ағаңа. Үлкен мәдениеттің, өркениеттің адамы бол деп мен жаңағы жіберіп жатыр Рымғали ағамыз шіркін. Сол кісілердің де алдын көрдік, тәрбиесін көрдік. Солардың ықпалымен Алматыда да қалдық. Кейіннен бірге жұмыс та істедік. Енді соны айтып отырғанымыз Зейнол Қабдоловтың лекцияларын тыңдадық. Мен ассистенті болдым. Сол кезде жаңағы Зекеңнің көрген қасиеттерім ғой, енді Зекеңнен көрген. Бір лекциясын бастаса, мысалы ол кезде 45 минут қой. Соны бір жеріне келгенде анау қоңырау шылдырлайды ғой. Сосын жақсы деп үзіп, тоқтатып кетіп қалады. Келесі лекция бір 3 күн, 4 күннен кейін болуы мүмкін. Сол мысалы дүйсенбідегі тоқтатқан жаңағы лекциясын жұма күні келіп жалғастырған кезде жаңағы тоқтаған жерінен сол өтірдіктесін ары қарай жалғастырып кете беретін еді Зекеңдер Қабдоловтар. Енді ғажап адамдар еді. Шүкір бүгінде қазақ әдебиетінде үлкен тұлғалар бар, көрнекті жазушыларымыз бар. Олар жөнінде біздер жазып жүрміз. Мен қысқаша ғана бір қазақ ақырында мына лекциямыздың тақырыбы қазақ прозасындағы екіұдайлық деген бір тақырыпты қозғағым келіп отыр. Оны кезінде Мұхтар Мағауин айтып еді, екіұдайлық емес, екідайлық деп жаз деп. Бұл енді раздвоение личности дейді ғой қазақ прозасында. Бұны біздер, мен сонда есімде неден бастадым.
Мұхтар Әуезовтің Қаралы сұлуынан. Енді лекция болғасын айтып сіздерге қызық болса айтайын. Онда неге екі дайлық содан басталады. Сонда мынау жалпы көрнекті классик жазушымыз ғой енді Мұхтар Әуезов. Ол кісі белгілі бір ойды айту үшін кейіпкерлердің мінезін, табиғатын тереңірек ашу үшін әртүрлі мынау шығармашылық тәсілдерді, әдістерді қолданған. Соның ішінде әсіресе Мұқаңның мынау кейіпкердің өмірінде болып жатқан оқиғалардың мағынасын аша түсу үшін табиғаттың суреттерін беру шеберлігі маған қатты ұнайтын. Мысалы, қарап отырсаңыздар, бірді айтып бір кетіп жатырмыз. Мұхтар Әуезовтің алғашқы әңгімелерінде осыны Казгудегі лекцияларымда да көп айтқам студенттерге. Мынау боранның бейнесі. Алас ұрған боран, мынау жолындағын бәрін жайпап келе жатқан боран, мысалы үскірік, аяз, боран, мынау тіршілік атаулы бәрін ақтартып келе жатқан боран. Сол боранның аясында жаңағы түтін түтетіп отырған жаңағыда бір кішкентай тіршілік қой. Мысалы Қорғансыздың күнін қарасаңыздар, сол үйдегі үш әйелдің тағдыры, мысалы, енді Қорғансыздың күнін әңгімесін еске алатын болсақ. Тіпті Мұхтар Әуезов боран сүреттеген кезде оны жандандырып жібереді. Ол тіпті үшеуі отырған құртақандай бір күркенің терезелерін саусағымен соғып тұрғандай, ішіне бір қуыстарынан гуілдеп кіріп тұрғандай деп суреттейді. Себебі анау үшеуінің қорғансыздығын бір әлемдік деңгейде бір антологиялық жалғыздықтарын көрсету үшін осындай бір тәсілдерді қолданады. Сонда жалғыз ғана бір кішкентай қыздың, Ғазизаның немесе оның шешесінің, әжесінің қорғансыздығы емес, мына сол кездегі жолындағының бәрін айпап, түйпеп, жаңағы қусырып келе жатқан бір үскірік боран, аяздың алдындағы бір тіршіліктің қорғансыздығы жөнінде сондай бір байламдарға келеді. Бұл енді кейін қарап отырсаң, үлкен жазушылар, әлемдік деңгейдегі жазушылар осындай әдістер көп қолданды. Соны айтайын деп отырған мына екі дайлыққа қайтып оралатын болсақ, Қаралы сұлуда жаңағы бас кейіпкер, қаралы әйел ғой енді, қаракөз ғой деймін аты. Соның мысалы қарап отырсаңыздар, Қаралы сұлуынан Мұхтар Әуезов табиғаттың суретінен бастайды. Мынау жаңадан оянған табиғат, түр сілкініп оянған табиғат, мынау сылдырап аққан бұлақтар, ауылдың адамдары жаңағы ерекше бір көңіл күймен далаға шыққан, қыз бозбала атқа мініп жаңағы бір-бірімен жарысқан, түлеген бір табиғатты әбден жандандырып алып келеді. Өзі Ғазизаның бас кейіпкерінің несіне тағдырына көшеді. Сол кезде жаңағы қызыл жасылды әлем, жаңғырған табиғат, әртүрлі бояулар күрт өзгеріп, Қаракөздің тарихына келген кезде мынау қап-қара қараңғы түстерге ұласады. Ғазизаның тарихын Әуезов түнгі уақытта береді. Түн мен бір таңның арасында бір бейуақ дейді ғой. Сол бейуақтағы Ғазизаның көңіл күйі, ол өзіне деген бір қайғылы жағдайға душар болған ғой енді. Сол өзіне жаңа айтады, сырттағы тіршілікке ашылатын есікті өзі үшін жапқан деп жақын Ғазизан. Яғни осы екі ендіктің ортасында шекаралық ендікте Әуезов жаңағы Ғазизаның тағдырын өрбітіп отырады. Сол кезде мысалы Ғазизаның қайғысын бұрыннан да көрірек, тереңірек сезіне түсесің. Бір жағынан жаңағындай құлпырған, жанданған жаңағы табиғат, екінші жағынан қараңғы түнде өзінің жанымен арпалысқан жаңағы кейіпкер. Осы екі түстердің, екі әлемнің шарпысуын көрсетіп, кейіпкерінің мінез құлқын, табиғатын беру үшін Әуезов осындай бір үлкен әдістерді қолданған. Яғни бір дүниенің өзінің бір екі саққа бөлінуі. Ең соңында енді бір ұлы жазушыларымыз ғой, енді қарап отырсаңыздар, жаңағы жанымен арпалысқан әйел бір түнде өз
көзі шыдай алмай далаға шығып кетіп көлдің жағасында жаңағы бір кездейсоқ бір адаммен кездесіп соған беріледі ғой. Яғни мен айтып жатырмын, өзінің бүкіл әйелдік табиғатын сол күні ол құрбандыққа шалып, сол жерде сонымен қоштасады негізі. Содан кейін барып басқа жаңағы тіршілікке, басқа бір өмірдің салтына көшетін бір шешімге келеді. Әуезовтің жалпы шығармаларындағы бір осындай бір байламдар жасау өте қызықты. Енді осы егідайлық деп айтатын болсақ, мысалы анау ең бұл нақты көрініс тапқан шығарма бұл Төлен Әбдіктің оң қолы ғой, білесіздер. Төлен Әбдіктің оң қолын қарасаңыздар, бір 17-18-дегі бозбала қыз, мысалы жап-жас қыз. Оң қолы өзін-өзі тұншықтырып буындырып жатады, бір патологиялық бір ауру деңгейінде. Яғни соны кейіннен қарап отырсаңыздар, әрқашанда жазушы мен оның шығармалары, оның өмір сүрген уақыты бар, контекст. Содан ажыратуға болмайды. Оны үлкен жазушыларымыз, ғалымдарымыз да айтып өткен. Оны айтып отырған сол заман, сол шығармалар дүниеге келген. Бір тымырсық заман еді ғой. Мынау сұлулық, үйлесімдік деген ұғымдар қоғамға қажетсіз деп танылып, оның денесінен сығып тасталған кездер ғой. Сондықтан ол әрине қарсы болады. Өзін-өзі жағына мысалы жас қыз өзімен өзі арпалысып күресіп жатқан. Сол кездегі біздің қоғамымыздағы кейбір қайшылықтарды, қажетті құндылықтарды серпіп тастап, қажетсіз танытып, осындай бір патологиялық деңгейге жеткен қалпын көрсету үшін, мысалы, осындай бір кейіпкерлер дүниеге келіп жатыр. Мысалы, табиғаты бір сырт көзге қарағанда оғаштау көрінетін, қалыпты біздің түсініктеріміз бар ғой, соған қарама-қайшы келетін бір түсініксіздеу бір кейіпкерлер нұршалғарын шығарған үлкен жазушыларымыздың бір бұл Оралхан Бөкеев еді. Ол кісінің шығармаларында, мысалы, жаңа естеріңізде болар, Мұхтар Мағауиннің бір архив хикаясынан бір шағын дүниесі болды. Сонда өте дарынды, мысалы, болашағын үлкен үміт күткен ғалым, шындап келгенде, мына өмірге араласқан кезде қатарларынан қалып, үнемі бір жеңілістен бір жеңіліске түсіп, содан әйтеуір кәдімгідей өзінің тұлғасын жоғалтты деп айта қоймаспыз, бірақ сонда дағдарысқа түседі. Себебі сол кезде олардың заманында қалыптасқан бір қоғамда қалыптасқан әртүрлі бір салт, өнеге, дәстүр, принциптер өмірлік. Солар шын мәнінде нағыз дарынды адамдарға өзінде өзі жаңағыдай, қалай деп айтсам болады, өзін өзі жарқыратып көрсететіндей жағдай берген жоқ. Арасында іштей күрестер сол деңгейінде қалды. Енді айтайын деп отырған әсіресе табиғат суреттеріне келетін болсақ, жаңа Оралхан Бөкеевтің шығармаларын қарасаңыздар, үнемі бір экстремалды бір ситуацияларда кейіпкерлер. Мысалы, қар қызын алайық, Сайтан көпірін алайық, Атау кересін алайық. Табиғаттың бір жаңа бір өлім мен өмір арасындағы бір шекаралық ситуациялар деген осы француз экзистенциалистер көп айтып еді. Кафкада, Камюда айтты, Сартрда айтты, соны айтайын деген осындай бір шекаралық ситуацияларға түсіріп, Оралхан Бөкеев көбіне кейіпкерлерін ана қар қызында бір қалың бір қар көшкіндерінің арасында қалады ғой, негізі кейіпкерлер. Яғни адамның адамдығын, оның әлеует күшін, мысалы, азаматтық күшін сол кезде сынайды, сондай бір тарихи стихияларға салып, сондай контекстке салып Оралхан Бөкеев. Мысалы, анау Сайтан көпірінде қарап отырсаңыздар, ана бір қыл көпір секілді ғой енді. Сонда анау әкесі қар тасқынның астында қалып мүгедекке айналады. Ал енді белгілі бір уақыт өткеннен кейін қарап отырсаңыздар, оның баласы, ұлы тура сол жағдайға келіп тұр. Сонда жаңа Оралхан Бөкеевтің айтатыны ғой,
әрқашан адамның алдында, кез келген адамның алдында бір сайдан көпір тұрады, міндетті түрде бір тағдырдың бір несі секілді, сынағы секілді. Бірақ одан аман есен өтесің бе, өтпейсің бе, ол бәрі өзіңе байланысты, өзің табиғатыңа байланысты. Өзің жүрегіңдегі қандай үнге сен жақсылық, ізгілікке ме, әлде басқа оған кері қар құбылыстарға дес бердің ба, ден қойдың ба, соған байланысты деген бір байламдар жасайды. Біздің қазақ жазушыларының бір жақсы өнегелері бар, Құдайға шүкір. Содан кейін анау Атау Кересте бір ерекше шығарма болды. Бұл мысалы табиғат аясы, Оралхан Бөкеев үшін басында бір не көрінетін, бір экстремалды бір сондай бір кеңістік болып көрінсе, яғни бір қиыншылық болып көрінсе, жаңағыдай бір шекаралық ситуация болып көрінсе, Атау Кереде мысалы сол табиғат адамның дүрсілгін бір жанданатын несін айналады, негізін айналады. Яғни мысалы сондағы бір кейіпкер бар, адасып жүрген, маскүнем болып кеткен, бірақ кезінде ерекше дарынды жігіт болған, Таған деген кейіпкері. Сол анау табиғаттың аясында қайта жаңғырып, өмірге қайта оралып, түлеп, сөйтіп кетіп жатады. Яғни жалпы Оралхан Бөкеевтің шығармаларында мынау ізгілік, сұлулық, үйлесімділік деген көбіне абстрактылы образ ретінде өмір сүріп келген. Мысалы қарап отырсаңыздар, ол ана кетіп бара жатқан поезды шығарып салып тұратындар болады, бір қыздар, жаңағы орамалын желбіретіп. Яғни осы сұлулық деген бұл мына реальный өмір емес, нақты жаңағы поездың іші емес, басқа емес, ана бір айдалада сондай қол бұлғап тұратын, орамал болып бұлғанып тұратын, сондай бір абстрактылы идеялы деңгейінде өмір сүрді. Бірақ енді Оралханды таныған, білген адамдар біледі, оның тағдырында да әртүрлі жағдайлар болды. Жазушы мысалы шығармасы мен оның жеке тағдырының арасында алшақтықтар көп емес шынында. Соңғы жылдар, оны айтып отырғаным, шынымды айтсақ, соңғы жылдар жазған шығармаларында Оралхан Бөкеевтің бір оптимистік сарындар пайда болған. Мен сол кезде өзім шынын айтқанда бұл әдеби зерттеуші ретінде оны көріп қуанғанбыз. Яғни оның өмірінде де бір жақсылықтар болып жатқанын сол шығармаларының денінен түсініп, табиғатынан түсініп. Енді мына қазақ прозасының бір үлкен жетістіктері көп. Жаңағы бір екі дайрық деген қайтадан айналып кетейін деп отырмын. Жаңағы ағамыздың шығару повесі ерекше, мен ойлаймын, мына кезінде Акутагава Ремеск бір ғана шығармасымен жапон әдебиетінің тарихында қалады деген бір атаққа ие болды ғой. Ана бір Морн деген шығармасы бар, Нос деген Акутагаваның бір ерекше жазылған. Соны көріп жапон әдебиетінің классик айтқан, осы шығармамен сен әдебиет тарихында қаласың Жапонияның деп. Соны айтайын тұрғаным, 30-ға жетпеген кезінде ағамыз шығарауды жазды мысалы. Мен қателеспесем 28 жасында жаздым екен. Сол шығарау шын мәнінде қазақ прозасына үлкен жаңалығы әкелген, өзінің көрегенділігімен шын айтқанда ерекше әсер еткен туындылардың бірі болды. Оның себебін айтайын қазір. Оның енді өздеріңіз білесіздер, бұл енді мынау шығармашылық әдістер ғой енді. Біздер жазушының лабораториясы дегеннен кейін айтамыз. Мысалы кейбір ойларды айту үшін жазушы бір кейіпкерлер іздейді, образдар іздейді. Мысалы қарап отырсаңыздар, еш нәрсе кездейсоқ болмайды. Мысалы Шыңғыс Айтматовтың анау шығармасы бар ғой, атақты. Сонда мысалы қараңыздар, ойымды түсіндіріп болу үшін айтайын. Жаңағы тылдағы совет жауынгерінің әйелі, келіншегі басқа бір адамды сүйіп, сонымен қашып кетеді ғой. Жәмиласында. Соны егер ол әрине, былай қарап отырсаңыз, әдеби шығарма, кейіпкер солай. Бірақ сол кездегі кеңес заманында қалыптасқан идеологиямыз, соның тұрғысынан қарағанда, ол бүкіл дүние жүзін фашизмнің несінен босатқан совет жауынгерінің әйелі ғой анау. Яғни, бұл не айтқысы келіп отыр жазушы? Осындай бір идеологиялық фетиштерді қалыптасқан іштей кейіпкерлер арқылы, бір оқиғалар арқылы, өмірлік ситуациялар арқылы
жаңағы не ыдырату. Ол жаңағы соғыс болғанмен адамның өзінің махаббатқа деген, сүйіспеншілікке деген әрқашанда құқы барлығын ең алдымен адамның адамшылығын айту керек, адамдығының проблемаларын алдын қатарға шығарып, сөйтіп қалыптасқан үрдістерге өздерінің бағаларын беріп отыратыны бар жазушылар. Осы тұрғыдан келген жаңағы шығарауды алсақ, енді мысалы мен жақында осы қазір бір деректі фильм түсірсек деп жүрміз, осы Әбіш ағамен шәкәрімді де қосып. Оны айтып отырғаным, мына мәңгүрттік идеясы бар ғой, мәңгүртизм деген. Соны осы фильмнің төңірегінде қырғыз бауырларымыз айтыпты. Ол біздің тақырыбымыз, бұл оны айтматов жазған, оған сіздердің қатыстарыңыз жоқ деп. Қарап отырсаңыз, Әбіш ағамыз бұл повесін, жаңа атақты повесін 67-ші жылы жазған екен. Күйді. Маңғыстау облысының облыстық газеті болған, сол кезде коммунистік жол екен. Сол газетте 67-ші жылы алғаш жариялаған екен жаңағы повесті. Сол кезде ол кісі 67-ші жылы 28-де. Соны айтайын деген, енді жаңа Айтматовты да айтып кетіп жатырмыз. Жаңа Шыңырау повесін алатын болсақ, біздер мысалы кейіннен мынау қайта құру заманы басталып, жариялық заманы басталып, Құдайға шүкір, мынау адам, әсіресе қаламгерлер өздерінің айтар ойларын ашық айта бастады, алаңдарда да айта бастады, қоғамға, ұлтқа қажетті тақырыптар, әртүрлі мәселелер. Ал анау заманда мысалы, сол тоқырау заманы дейміз, соның өн бойында тұрып, соның ішінде жүріп, мысалы әртүрлі байламдар жасау оңай болған жоқ. Ол бір суреткерлік, қаламгерлік, азаматтық ерлікті талап еткен дүниелер болды. Міне айтайын деп отырғаным, сол қарап отырсаңыз, қарапайым құдықшы ғой, мысалы Шыңыраудың кейіпкері Еңсеп деген. Ол мысалы не істейді? Маңғыстау өңіріне атағы жайылды мықты құдықшы ретінде. Анау бай-шонжарлардың бәрі соған келіп, тапсырыс беретін болды, менің құдығым сен қазып бер деп. Бірте-бірте атақ даңқы жайылды жаңағы Еңсептің ол өңірдегі. Ең жаңағындай терең құдықты сол қазатын болды, бай-шонжарлардың құдығын сол қазатын болды. Бірте-бірте мынау атам заманынан, ата-бабаларынан оған қалған жаңағы мұра ғой, бұл кәсіпшілік қой енді. Құдықшылық дегенде бір өнер ғой бұл. Қасиетті өнерлердің бірі, ата салт, не дейді, сондай бір дәстүрлердің деңгейіндегі өнер ғой құдықшылық. Бұл қарапайым жаңағы тек қана күн көрудің қамы емес, бірте-бірте жаңағы Еңсеп құдықшымыз сол анау ата кәсіптен артық даңқ іздей бастайды мысалы. Сол даңқты көрген сайын оның бойында екінші бір, жаңағы екідайлық дегенге келейін деп жатырмыз. Екінші бір Еңсеп пайда болады оның бойында. Ол екінші Еңсеп Әуезов Кекілбаевтың шығарауында. Оны кәдімгідей іште оянған бір әзәзіл секілді неше түрлі тірліктерге жетелейді. Сен ең атақты құдықшы сенсің, сенен асқан ешкім жоқ, бір дақпырт, сондай даңққа қарай сүйрелей бастайды. Дәл осы кезеңде мынау Қарақалпақстаннан бір жас Қалпақ деген құдықшы келеді. Ол баяғы сол Еңсептің алғашқы кезеңдегіндей қарапайым адамдардың бәрі Еңсепке келіп, жаңағы төлемін төлей алмағандар енді соған баратын болады. Бірте-бірте қарап отырса, жаңағы атақтың, жаңағы беделдің бәрі ана ауып бара жатады. Бір құтақандай шығармасы ғой енді. Сонда ана екінші бойындағы екінші Еңсеп оған айтады, бұл қаяқтағы бір қаңғып келген Қалпақстаннан жаңағы бұл қалай сенен даңқын асырады? Сен Еңсеп емессің бе? Сен бұның жаңағы мысын басатын, бұның даңқын жоққа шығаратын бір істемейсің бе деп ақыры Маңғыстаудағы ең терең құдықты сен қазасың деп оны жетелейді ғой. Сонда ең қысқасын айтқанда, сол ең терең құдықты қазам деп жүріп, сол жер астындағы сулар алып кетіп қаза табады. Сонда Әбіш ағамыздың бір қорытындысы бар.
бұл құдық еңсеп қазған емес, еңсеп өлген деп аталып кетті деп. Мен бұны неге айтып отырмын? Сол кезде, сол 67-ші жылы шыққан алғашқы шығарма. Мына кейіннен қарап отырсақ, біз мынау ата салт, бабаларымыздың дәстүрінен ажырадық, тілден ажырадық, мәдениетімізден ажырадық, алыстадық деп әртүрлі жариялық заманында айта бастадық қой. Ал ана жазушыларымыздың мынау өзінің біріншіден шығармашылық тағдырының алдындағы жауапкершілігі, қоғам алдындағы, ұлт алдындағы жауапкершілігінің деңгейі сол замандардың ішінде жүріп ақ, болашақта жаңағындай қоғамда қалыптасып жатқан әртүрлі құндылықтардың, теріс пиғылдардың, адамның өзінің ата салтына, дәстүріне деген ниетінің бұзылғандығынан басталатынын айтып кеткен. Сол ниет бұзылғаннан кейін әрине кейіннен түрлі рухани, қоғамдық дағдарыстарға қоғамның ұшырамауы мүмкін емес еді. Міне осындай бір мәселелерді біздің жазушыларымыз Әбіш Кекілбаев сияқты, Оралхан Бөкеев дейміз, Төлен Әбдікім ағамыз бар, алдын ала болжап, біліп, соны өзінің кейіпкерлері арқылы, шығармалары арқылы оған бағасын беріп, сол заманның ішінде жүріп, өздерінің бір шығармашылық, қаламгерлік парыздарын адал өтеп кетті деп айтуға болады. Міне қарап отырсаңыздар, осындай қазақ прозасында, қазақ әдебиетінде үлкен жетістіктер мол. Ол үшін бір жаңа көзқарас керек әдебиетке. Жалпы өркениетке деген жаңа көзқарастар керек. Мысалы, қазір қарап отырсаңыздар, оның барлығын жастардан күтеміз әрине. Бір жаңа генерациясы керек жас қауымдардың. Сол мұраны қалған, ата-бабаларымыздан қалған мұра бар. Одан кейін көрнекті қайраткерлерімізден, қаламгерлерімізден қалған рухани мұра бар. Солардың барлығын заманның тұрғысынан қайта қарау керек, жаңа методология тұрғысынан қарау керек. Жаңалықтардың ашылмауы мүмкін емес. Мен бір мысал ретінде айтып кетейін. Осы мысалы Абайдан жаңалық ашу қазіргі заманда мүмкін емес деп сонда пікір қалыптасты. Соны мүмкін екен. Себебі осы мен бірталай жылдар кезінде Асқар Сүлейменов деген қаламгеріміз болып еді, сол кісі бір айтып кетіп еді. Сен ана Абайдың қара сөздерімен атақты бір Мишель Монтеньнің опыты деген еңбегі бар. Мына эссе жанры сол еңбектен кейін қалыптасты. Жаңа Мишель Монтеньнің опыты деген кітабы французша эссайз деп аталады. Мынау әдебиеттегі эссе жанры сол Мишель Монтеньнің жаңағы опытынан басталады. Сол екеуінің басталуы ұқсайтын сияқты бір-біріне деп. Кейіннен осы бірталай жылдар қол тимей жүріп қарап отырсақ, екеуі шынында да ұқсас басталады. Жаңа Абайдың айтатыны бар ғой. Мен талай нәрсені осы өмірімде көрдім. Соның барлығын ақ қағазға түсірейін дедім. Қажет деп тапса алар, қажет болмаса өз сөзім өзімдікі деп бастайды ғой. Сол секілді Монтень де шамамен солай бастайды. Басқа сөздермен басқа. Ал енді мен оны айтып отырғаным, Монтень дегеніміз бүкіл осы әлемдік классиктердің барлығының жұмыс столының үстінде кітап жатқан автор. Жаңағы эссайз еңбегі, кімді айтсаңыздар да, мына кейінгі жазушыларда Камю, Сартрлар, Достоевский дейсің ба, Толстой, Вольтер, Гюго, бәрі ерекше Шекспирге кім сыйлау өткен сондай үлкен ойшыл қаламгер. Ал енді мен жаңағы қарасам ұқсастықтар бар. Жаңа эссайз, жаңа опыты деген еңбегінде де сонда бір бөлек бір очерктер сияқты адамның ана кісінің қаламгердің өзінің әртүрлі өмірдегі жағдайларға деген ойлары, толғаныстары. Содан кейін ана Семей кітапханасына бір-екі рет хабарласып, осы кітапхана дегеннен шығып жатыр бәрі. Айтқам, мына Семей кітапханасында осы кітап болды ма екен деп. Ойлағам, енді мүмкін танысқан шығар деп. Жоқ, ондай кітап жоқ деп бір-екі рет хабар алдым. Сосын әлеуметтік желіден қарап отырсам, мынау 1870 бәленбай жылы ашылған кітапхана ғой. Сол кезде алғашқы ашылғанда қорында 250 кітап болған екен. Соның біреуі жаңағы Франсуа Рабле, Монтень жаңағы
деген кітап екен. Мен Монтень сұрағанда ол жоқ деп жүрген, ол бірінші оның аты жөні емес, ана Rabelais аты болғаннан кейін мен мүмкін сосын кейіннен ана кітапханаға хабарласып, жаңағы сирек жаңағы кітаптар қолжазбалар қорының жаңағы қызметкерімен сөйлессем, мына кітапты Абай оқыған ба деп. Бұл шамамен 1892 жылдар 91 жылы шыққан кітап екен Мәскеуден. Сол даже 2 жылдың төңірегінде сол Семей кітапханасына жеткенде де Абайдың дәл сол қара сөздерін аяқтап жатқан тұс екен. Яғни осындай ұлы жазушылардың арасында бір-біріне ізденіс үстінде бір-бірінен үйрену деген құбылыстарда болып тұрады. Ең бастысы Абай оны тек қана оқып танысып қана қойған жоқ, қазақ әдебиетіне жаңа жанр алып келді. Эссе жанрын алып келді. Міне осы секілді, онда осы жақында қазақ әдебиетіне мақаламды бердім. Қара сөздер бұл эссе жанрын бастау деп. Яғни осындай әдебиетімізге жаңа көзқарастар керек. Жаңа мысалы Мұхтар Әуезовтің әңгімелеріндегі әртүрлі образдарды айтып жатырмыз, кейіпкерлер жүйесін, образдар жүйесін. Соның көбі мысалы жаңа кейінген мынау әлемде әсіресе өзім бірталай қарадым, мен осы экзистенциализм деген бір бағыт бар. Камю, Сартр деген үлкен Нобель сыйлығының лауреаттары. Солар екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ғана айта бастады, мысалы жаңағы проблемаларды адамның қорғансыздығы жөнінде, өзінің жанына жат, ана бір Оралханда бір тамаша сөздер бар еді. Бір тіршілікке тасталғандығы жөнінде, заброшенность дейді жаңағы Хайдеггерлер. Яғни Оралханды оқып отырсаңыздар көп сондай бір нелер бар, терминдер. Яғни өзінің тіршіліктің жаңағындай сондай әртүрлі бір үрейге, қасіретке, ыңғайсыздыққа, адам тіршілігіне толы бір көріністерін айтып, мысалы сол жаңағы үлкен қаламгерлер 20-шы ғасырда. Ал сол өзінің шығармаларына, тіпті Нобель сыйлығының лауреаты атанған шығармаларына кіргізген. Ал енді Мұхтар Әуезов соны 20-шы жылдар айтып кетті. Сонда мысалы қарап отырсаңыздар, егер жаңа көзқараспен зерттейтін болсақ әдебиетімізді, Әуезовті де айтуға болар еді. Ана Достоевский, Унаमुно секілді осы әлемдік экзистенциализм ағымының негізін салушылардың бірі деп айтуға болар еді. Себебі аналар 50-ші жылдар жазса, Әуезов 20-шы жылдардың өзінде осындай бір әртүрлі проблемалар айтып кетті. Сонда қарап отырсаңыздар, мына творчестволық сублимация деген мәселелер бар ғой. Әуезовтің алғашқы әңгімелеріндегі жаңағы бір образдар, бір қорғансыздық, тіршілікке деген ыңғайсыздық, жаңағы бір сондай бір суықтық, бір сондай бір нелер болады, көп қолданған әсіресе Әуезов. Ол бір жағынан қарап отырсаңыздар, кейіннен біздің қазақ қоғамына келген бір сұрапыл жылдар болды ғой. Қазақ даласына бір жағынан қарап отырсаңыз, төніп келе жатқан бір нәубеттер болашақ, солардың бір интуитивті сезінген жаңағы жазушының бір ой ағыстары секілді қабылдадық. Яғни ол алдын ала бір болжағанда мүмкін неше түрлі мынау келе жатқан алапаттарда келе жатқан жаңа қоғам анау үскірік боран секілді. Яғни осындай жазушылардың қаламгерлердің өзі жазған шығармалары бір бөлек, бірақ оның айтатын жаңа ойлары, әртүрлі бір болжамдары бұл басқа дүние. Сондықтан мен ойлаймын, кез келген жазушы оның образдар жүйесі, кейіпкерлер жүйесі, жалпы заман туралы толғаулары осындай бір шығармалардың өн бойында әртүрлі тақырыптар арқылы шығып жатады, кейіпкерлер арқылы шығып жатады. Біз енді айтайын деген осы жаңа бір көзқарастар керек әдебиетімізге. Тіпті классик жазушыларымыздың шығармаларын жаңа заманның бір үрдісінен бүгінгі қалыптасқан әртүрлі философиялық бір әлеуметтік ой деңгейінен, жүйе деңгейінен қарастыруымыз керек деп ойлаймын. Енді тақырып жөнінде менің сұрағым бар. Біз мына Әбіш Кекілбаевтың үлкен романын алып қарайық. Біз енді тұлғаларға қатысты негізгі тақырып бар ғой. Сол негізгі кейіпкер
тарихшылық тұлға. Оны Тұрсынбек Кәкішев басқаша айтады. Енді біз осы 23 жылдан бастап қазақтың тарихын қайта қарау, қайта жазу деген үрдісті мемлекет басшысынан бастап үлкен процесс жүріп жатыр. Біздің Әбіш Кекілбаевтың прозадағы ең бір ерекше қолтаңбасы оның шығармалардағы деректердің тарихпен сәйкес келуінде үлкен энциклопедиялық білімінде. Енді осы хан Әбілқайырдан бастап Кекілбаевтың шығармаларында болмаса осы қазақ прозасындағы көркем тұлғаға айналып кеткен, бірақ тарихта орнынан айшықталу керек әлде де біздің ұлт қайраткерлерінің тұлғасын дұрыс тарихтан таныту процесі жаңағы үлкен жұмыста жүріп жатыр ма? Сіздің үлес қандай? Енді үкіметте жалғыз қала береміз, үкіметте қызмет ететін мемлекет қайраткері. Осы сұрақ мені алаңдатады. Сұрағың тамаша, жақсы. Қазір өздеріңіз білесіздер, мынау үлкен мемлекеттік комиссия құрылған. Мынау әртүрлі кезеңдердегі, мысалы, алаш қайраткерлері бар, оның алдындағы кезең, солардың барлығын зерттеп, қазір үлкен антологиялық шығармалар дайындалып жатыр. Осы Ерлан Қарин басқарады, мемлекеттік кеңесшіміз, мемлекеттік жаңағы кеңесті. Сол кеңестің төңірегінде осы қазақтың белді ғалымдары, қаламгерлері шоғырланған, олардың барлығы өздерінің ұсыныстарын беріп, біздің тарихымызға байланысты қазір кезең-кезеңге бөлінген. Онда өздеріңіз білесіз, сақ заманы, түркілер заманы, көне түркі заманы, алтын орда, одан бергі кезеңдер осындай сала-салаға бөлініп, әбден зерттеліп, қазір бір тұтас энциклопедиялық деңгейдегі үлкен кітаптар шығарылып жатыр. Соның аясында бұл бір жағы тек қана бір фактологиялық әртүрлі деректер шығару ғана емес, онымен екіншіден оларға берілетін бүгінгі біздің қазіргі заманымыздың бағасы да оның ішінде. Мына қарап отырсаңыздар, жазушылардың қолынан келетін әртүрлі тірліктер бар ғой. Мысалы, Абай жолындағы шәкәрім бейнесі бар, мысалы. Бірақ ол несімен құнды, несімен қымбат. Шәкәрім деген адамның, қаламгердің, ойшылдың бар екендігін айтып кетуде ол кезде бір үлкен бір сонда не болатын, бір мақсат болған. Осы секілді әрине әр кезеңде тарихқа берілетін бағалар бар, бірақ ең бастысы бүгінгі ұрпақтың, қазіргі заманның сол тарихи оқиғаларға берілетін дұрыс бағасы міне қазір мемлекеттік комиссиямыз осымен айналысып жатыр.